Hi guys, бүгін бізде кезекті сабақ және тақырып food and drink. Тамаққа және сусынға байланысты сөздерді жаттап үйренеміз. Кеттік. Сабақтардың реті дәл осылай болады. Ең бірінші сөздерді менімен бірге айтып, аудармасын білесіз. Екінші, аудиомен, яғни носительмен произношение қалыптастырасыз. Үшінші, видеотренажер арқылы алынған біліміңізді жинақтап бір тексеріп аласыз. Fish, балық. Meat, ет. Pasta, макарон. Rice, күріш. Eggs, жұмыртқалар. Yogurt, йогурт. Vegetables, көкөністер. Potatoes, картошкалар. Fruit, жеміс-жидек. Bread, нан. Butter, сары май. Cheese, сыр, ірімшік. Sugar, қант. A sandwich, сэндвич. Барлық сөздер сіздерге таныс болған күнде де міндетті түрде әріптерге де мән беріңіз, яғни қалай сөздің жазылатынына. Cereal, овсянка. Қазақшасын білсеңіз, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Chocolate, шоколад. Ал енді бізде сусындар. Coffee, кофе. Tea, шай. Milk, сүт. Water, су. Orange juice, апельсин шырыны. Ал енді аудиомен бірге сөздерді бір қайталап шығыңыз. 2.27 Food and drink. Food. 1. Fish. 2. Meat. 3. Pasta. 4. Rice. 5. Eggs. 6. Yogurt. 7. Vegetables. 8. Potatoes. 9. Fruit. 10. Bread. 11. Butter. 12. Cheese. 13. Sugar. 14. A sandwich. 15. Cereal. 16. Chocolate. 17. Coffee. 18. Tea. 19. Milk. 20. Water. 21. Orange juice. Егер ағылшын тілін жүйелі, оңай үйренгің келсе, сені өзімнің курстарыма шақырамын. Ағылшын тілінің барлық деңгейін үйрене аласың. Тіпті әріп танымасаң да, саған барлығын үйретемін. Бір айда бір деңгейді меңгересің. Бірақ сабақ күніге болады. Толық ақпарат төменде болады, және менің Instagram парақшамда. Міндетті түрде тіркеліп ал.
Менің сабақтарымда тіліңді барлық дағды бойынша дамытасың. Олар listening, speaking, pronunciation, reading, grammar, writing. Толық ақпарат төменде. Сені күтемін.